Армысыздар құрметті біздің көрермендеріміз. Бүгін біз дәм айдаса қалма деген әсем қаламыз Алматының ең әдемі жерлерінің бірі Алатау баурайында орналасқан Аққайың шипажайына қонаққа келіп қалдық. Осы бір шипажай өзінің әсем табиғатымен ғана емес, демалушылар саны жағынан да алда десек артық айтқандық болмас. Бұл жерге еліміздің барлық облыстарынан, ауыл аудандардан жыл 12 ай келіп демала алады. Мұнда жоғарғы санатты білікті медицина мамандары массаж, инемен емдеу, физикалық ем, парафин, минералды ванна, тұзды шахта, музыканың көмегімен адам жанын тыныштандыру және тағы да басқа көптеген ем шаралар жасайды. Шлактарды выводит через пот, через моча. Потом она суставтарды смягчает, сіңірлер қатады ғой. Полиартрит, артрит, солардың воспалительный процесстерді жақсартады и профилактика еще. Енді ауырайын деп отырғандарға профилактика, ауырғандардың прямо кейбіреу деп жұмылмай қалады ғой. Соларды дейін жұмылдырып тамаша болады. Шипажайдың 300-ге жуық адамға дастархан жая алатын асханасы бар. Демалушылар күніне 5 мәрте дәмді тағамдармен тамақтандырылады. Аққайың шипажайына еліміздің оңтүстік өңірлеріне жастайынан өзінің әншілік, күйшілік, асабалық өнерімен танылған Құлжанов Бейсенбек Әбубәкір ұлымен кездесуге арнайы келдік. Күзгілген күрең шақтарда Бейсенбек аға Келі Арыстанбап жерінде Отырар ауданы Шәуілдір ауылында дүниеге келген. 5 жасынан 6 қыз жеңгесінен 12 тілді баян аспабында тартып үйренсе, ал 2-ші сыныптан бастап домбыра, 12 жасынан гитара аспаптарында еркін ойнай бастайды. Жастайынан нағашылары сатирик Көпен Әмірбек, Ерсұлтан Әмірбек ағаларына еріп жүріп, осы тіл өнерін бала кезден бойына сіңіріп өскен екен. Қазір осы жерде Аққайың деген санаторийде, осы жерде қазір бір апта болды емделіп жатырмыз. Жақсы, керемет, әйтеуір жылда өзімде афганский емде бар, сосын әйтеуір жылда бір келіп демалып тұрамын. Өнер сізде қай жақтан берілді? Әке жағынан, или нағашыларыңыздан берілді ме? Менің әкем өзі соғыс ардагер кісі болған. Ол кісі соғысқа кетіп, сол жақта да кішкентай гармошкасын тартып, ауылға келіп, бұрын әнші болып, бірақ бұл әнші қызмет істеп жүрді. Әкемізден дарыған ғой. Одан кейін есейгеннен кейін ансамбльде ойнадық. Сонымен аспаптың бәрімен тарта беремін қазір. Баян болсын, домбыра болсын, гитара болсын, жаңа ансамбльде бәрін ойнап, талай тойларды атқардық. Мынау Арыстанбапта өзі киелі жер. Сөйде талай тойы бар, тамадалық тағы бар. Бақта сатириктер, Көпен Әмірбековтер, Ерсұлтан Әмірбек деген нағашыларым бар. Көпен Әмірбеков деген нағашым бар, марқұм былтыр қайтыс болып кетті. Құрметті көпшілік, бұл Алматыдағы Аққайың деген санаторийде емделіп демалып жатырмыз. Ел жатқанымызға 4-5 күн болды. Рахмет. Күтіп отқан адамдарға да, врачқа да қанша емін алып, қандай құрмет, бәрі сіздеп сыйлап, тамағы қандай, бәрі жақсы. Кешке танысып, би болып тұр бәрі. Рахмет. Алдынан не керек, бәрін әкеп тұр. Құдай қар берсін деп, қарды да жауды міне. Мінекей. Соған жаңа тамақтан шығып, біраз биледік. Биден шыққаннан кейін кішкене іш пыспасын деп, өзіміз кішкене көңіл көтеріп отырмыз. Ал енді мынау домбыра бар, баян бар. Кішкене көңілге өлең айтып жіберейік. Бәріміз отанымыз бар, семьямыз бар. Үйлеріңіз бақытты болыңыздар.
сондықтан туған жер деген ыстық қой әркімге. Сол туған жерді айтып берейін. Туған жер ыстық әрқашан, мен бүгін арнап ән салам, жүректе жатқан жалындай, арнадым саған барымдай әнімдей. Жүректе жатқан жалындай, арнадым саған барымдай әнімдей. Ай елім ай, туып өскен жерім ай, топырағым тартады алыстағы мені ай, мені ай. Топырағым тартады алыстағы мені ай, мені ай. Көкжиде аққұм аралы, сағынып әнге саламын. Ағынды сырдың дариясын, ақсақал ауылың қариясын, балалық шақтың балғынын, сағыныш сезім бар жырын барлай. Ай елім ай, өскен жерім ай, топырағым тартады алыстағы мені ай, мені ай. Асқақтан әнім бұлбұлдай, толқынады жүрек бір тынбай. Кең майдан әсем туған жер, ұмытылмас мәңгі туған жер, туған жер. Кең майдан әсем туған жер, ұмытылмас мәңгі туған жер, туған жер. Ай елім ай, туып өскен жерім ай, топырағым тартады алыстағы мені ай, мені ай. Топырағым тартады алыстағы мені ай, мені ай. Алаға енді 5 жасымнан бастап ән айттым деп отырсыз ғой. Сол алғашқы өзіңіздің әсеріңіз, қызықты бір оқиғаңыз бар ма? Ән айтқан кезде қай жерде алғашқы сіздің сахнаңыз болды? Сосын кейін репертуарыңызда көбінесе қандай әндерді айтқанды жақсы көресіз? Қандай композиторлардың әндері сізге ұнайды? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Жаңа рахмет Салтанат. Сұрағың орынды. Жаңа бір айтып кеттім, 5 жасымнан бастап тарттым деп. 5 жасымда жаңа мен жеңгем 12 тіл гармон үйреткен. Сол гармонды тартып, садиктен бастап, садикте сөйтіп өлең айтып, іс-шара бар, сөйден бастаған. Сөйтіп 6 жасымда өзім ауырып больницаға түсіп, 1 жыл белмен гипсте жатқам. Сол гипсте жатып жүріп, сөйді детский сондай санаторий болды, сөйді жатып, не істерін білмей, жаңа гармон тартамайсың, 1 жыл гипсте жатқан мен, соған не істеймін?
сөйде мандалин бар тұғын. Сол мандалинді әкеп, сөйді мандалинді қасында сөйді бір апайлар үйретіп, сол 1 жылға дейін сол мандалин тартып жаттым ғой мен. Әлі домбыраға үйренген жоқпын. Сонымен сөйтіп орыстар көп, орысша өлеңдерді айтып, сол 1 жылға дейін мандалин тартып жаттым жаңағы. Үстін бәрін байлап қойған, тек қана қолмен аяғым қимылдайды, қалған жерін бәрін гипсте жатқан мен 1 жыл. Сөйтіп мандалин тартып жаттым 6 жасымда. Содан жазылып 7 жасыма келгеннен кейін жаңағы мектепке барып, домбыраның несіне қатысып, соған ары қарай жалғасып кете бердім. Ары қарай мектеп бітірген кезде ансамбль болды. Ауылдық ансамбльді құрып дегендей армияға кеттік, кейін оқуға түсіп кеттік. Сөйтіп өтеді, жаңағы институтта сөйді вокальный инструмент ансамбльде ойнадық. Біраз жігіттер болды, қосылып айтқан. Одан кейін қызмет бабымен жан-жағына кетіп қалдық. Демалыс ем болсын, үйлеріңізде той болсын, жақсылық болсын, той болсын. Бір-біріміз әйтеуір танитындар, телефон хабарлап амандасып беріп тұрайық. Құдай жолса тағы басқа жерде жолығамыз, тойда қылышында жолығамыз. Ал енді мынау балалық бәрімізге ыстық қой. Жас кезімізде қандай балалық шақ өткен, ол қайтып келмейді. Сол алтын балалықты айтып берейін. Қызмет бабымен жан-жаға кетіп қалдық. Сөйтіп, сонда да ауылда той бар, қызықшылық бар, құдалық бар. Соның бәрінде асаба болып, жаңа үлкен карьерлар отқан жерде бірінші домбыра термен тартам. Кейіннен шамалы отырыс қызғаннан кейін баян тартам. Ал жастардың арасында гитараны тартам. Ал орыстар көп жерде мен мандалин тартам. Әр нәрсе өз орнымен тартқан дұрыс қой. Ал енді жалғыз музыка емес, менде арасында жаңа күлдіріп анекдот, сондай скетч ойнайтын жерлерім де бар. Мынау арыстан бап киелі жерден келген мынау
Жүсіп Ақшораев пен Уәлібек Әбдірайымов екеуі Шаншар деген театрды ашқан кезде, ол кезде мен комсомол комитеті хатшысы болып істейтін. Бір жағы көп адам мені Жүсіпке ұқсатады. Жүсіп бір жағы менің жиенім. Көп адам сол Жүсіптің рөлін ойнап бер деп, мен арада сондай Жүсіптің Шаншарда кейбір скетчтерді ойнап беремін. Қасында Уәлібекке ұқсайтын адам болса болды ма? Ары қарай анекдотта кетеді, скетчте кетеді, әнде кетеді, тамадада кетеді, сөзі кетеді, бәрібір. Өте жақсы, рахмет. Ал қандай композиторлар, ақын жазушылар өзіңізге ұнайды? Қандай әндер? Ал енді жас кезде, кім жас кезінен оқыл жаңа король вальс дейді ғой. Шәмші Қалдаяқовтың әні қазір бүкіл Қазақстан емес, бүкіл дүние жүзіне тарих болып қалған. Ол кісі сондай дарынды адам ғой. Сол Шәмші Қалдаяқовтың әндерін көпшілік отырған жерде соны бастасақ жұрттың бәрі қосылып айтады. Бас өлеңді айтсаң, ешкім білмейді. Сондықтан Шәмші Қалдаяқовтың өлеңі бәрімізге ұнайды. Өзі король вальс дейді ғой. Вальстың королі. Осы санаторийге биыл бірінші рет келдіңіз ба? Жылда демаласыз ба? Осы Аққайың санаторийінде алып отқан өзіңіздің әсеріңізді айтып кетсеңіз. Жылда әйтеуір бір рет, екі рет санаторийге барып тұрамыз біз. Санаторийдің біраз жерінде болдым. Сарыағашта талай мәрте бардым. Жаңақорған, біздің Шымкент облысында санаторий көп. Талай курортқа барып жүрмін. Енді мынау тура қазір күздің кезінде Алматыда бір көрейін деп осыға келдім кеше 4-іне. Содан бері қазір бір апта болып жатқаныма, жақсы, керемет, ең бірінші керемет жері жан-жағы бірінші табиғат. Сосын санаторийде бір жақсы жерге орналасқан екен. Екі жақ тау. Мына беті тау, мына беті тау.
сол екі таудың тура ортасында әдемі жерге орналасқан екен. Бұл жерде жаңа айттым, ең бірінші ауа, екінші мына таудың суы қандай керемет. Анау қанша ішкенде іше бергім де келеді. Сонымен жаңа бұл жерде жатқанымызда қазір бір апта болды. Рахмет. Анау ішінде қандай сотрудниктеріне, столовойда қызметкерлерге, есін алымдар, вахтерға, сыртта істеп жатқан адамдар, іштегі адамдар бәрі ілтипатпен күтіп алып, қанша ем алатын, бәрін әдемілеп, түрлі жағдайын бәрін жасап, жақсы қарап жатыр. Рахмет. Аққайың санаторийінің ең бірінші әуелі басшыларына, одан кейін қызметкерлеріне. Керемет, жақсы. Маған өте әсерлі болды. Мына жоғары жаққа да барып қайттық, кеше төменге де барып қайттық. Арада әйтеуір төменде жинап экскурсия жасап жатыр. Оған да барып қайттық. Мына керемет жер. Мен келдім кеше 4-іне, ал 5 күні алдында тұрсам қар жауыпты ғой. Менде арманым сол еді. Естіген аппақ қар, бір әдемі, ауасы қандай. Алматы Аққайың санаторийі маған өте ұнады. Жақсы, керемет. Рахмет.